Ассаламағалейкум баршаларыңызға. Бүгін мен сіздерге панель управленияны егер компьютеріңізді аша алмай жатсаңыз, оны қалай ашамыз, сол туралы көрсететін болам. Ең бастысы, каналға мені қолдап лайк басуды ұмытпаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ендеше кеттік. Осы панель управление деген нәрсе өте керекті нәрсе. Егер сіз компьютермен, ноутбукпен немесе жұмыс жасайтын болсаңыз, проблемалар өте көп кездеседі. Сол проблемаларды драйвер болсын, басқа да қызметтерді жасау үшін осы панель управления ауадай қажет. Принтерда проблема болуы мүмкін, оның бәрін қай жақта осы панель управлениеде орналасады. Оны қалай ашамыз? Мысалға қарасаңыздар, менде Windows 10 орнатылған, пусктың ішіне кірсем, пускта болмауы мүмкін, қазір современный Windows'та даже мынандай пускта болмайды сізде. Менде мына жерде жоқ панель управления. Кіру керек, принтердің свойствосына көруім керек, анауда басқа нәрселерге де қарауым керек. Интернеттен көрген видеоларымды сол артынан қайталайын десем, панель управления жоқ. Онда не істейміз? Ол үшін сіздерге дайындап қойдым. Windows R деген ыстық клавишаны одновременно бірге басасыздар. Windows, сосын ағылшынша, латынша R дегенді басасыздар. Мен қазір басам, міне көрдіңіздер, ашылды. Осы жерге Control Panel деп жазасыздар. Мен дайындап қойдым, Control Panel деп ағылшынша жазасыздар. OK-ді бассаңыздар, мен қазір панель управления OK-ді бассаңыздар, сіздерде осындай панель управления ашылады. Тағы да бір жолы бар. Егер Control Panel деген сөзді ағылшыннан аударған кезде панель управления дегенді білдіреді. Просто Control деп жазсаңыздар да осылай ашылады. Жалпы лайфхак біліп жүріңіздер. Өте жылдам. Кез келген Windows'та осылай ыстық клавишамен жұмыс жасап ашсаңыздар өте керемет. Тағы да бір жағдайлар болады, оны битсек болады. Например, осы Control Panel'ді ашып жүрсіз, каждый раз сіз ашқыңыз келмейді. Оны мына жерден кез келген программа, жалпы кез келген нәрсені ашқан кезде осында значок тұрады. Көрдіңіздер төбесінде. Соны алып просто рабочий столға лақтырсаңыздар болады. Ярлык болады, бірақ ол жұмыс жасайды. Өте керемет, ыңғайлы вариант. Міне аштыңыздар, міне панель управления ашықтыр. Бұл бір варианты. Екінші варианты қандай? Екінші варианты ол бүйтесіздер. Рабочий столдың оң жағын басасыздар, персонализация дегенге кіресіздер. Жалпы ярлык емес, панель управленияның өзін шығаратын болсақ, бұл екінші жолы. Персонализацияға кіресіздер. Сол жерде темы деген бар. Темы, параметры оң жағында значков рабочего стола деген бар. Сол жерде сізге керек нәрселердің бәрін шығарып. Корзина, компьютер, сеть, сетьпен жұмыс жасайтын болсаңыз, сетьті рабочий столға шығарып қойсаңыз болады. Бізге панель управления керек. Міне рабочий столда қазір менде жоқ значок, галочка қойдым, применить OK. Жабам, менде қарасаңыздар панель управленияның значогы тұр. Ярлык емес, оригинал өзі. Міне басам и бірден ашады. Жалпы осындайда мүмкіндік бар. Жалпы сіздерге көрсетейін дегенім осы, панель управленияны таппай жатсаңыздар, кез келген Windows'та, на современный Windows 10-дарда осындай пускын таппаған кезде осылай ашасыздар. Каналға лайк басып, мені қолдап, комментке сұрақтарыңыз болса жазуды ұмытпаңыздар. Комменттегі сұрақтарға жауап беруге тырысам. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.